Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазіргі хит болып атқан осындай эскимо түріндегі орео чизкейктерін дайындаймын. Дәмі ерекше тәтті болып шығады, әрі жасалу жолы да қиын емес. Видеоны соңына дейін қараңыз, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ал кеттік. Ең алдымен осы 4 орео печеньясын блендерда жақсылап сатып алатын боламыз. Жақсылап сақталған орео печеньясының үстіне творожный массамызды қосамыз. Творог емес, творожный масса болсын. Міне осындай дайын түрдегісі. Сақталған орео печеньямызбен осы творожный массамызды жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Келесі дайын болған массамызды арнайы формаларға, осындай эскимошкалар жасайтын формаларға саламыз. Бірінші осылай астыңғы бөлігіне салып аламыз. Толтырып салмаңыздар, яғни жартылай саламыз. Барлығына осылай астыңғы бөлігіне творожный массамызды салып шығамыз. Және осындай таяқшаларын кигізесіздер. Тура видеода көріп тұрғандарыңыздай. Егер сіздерде бұндай формочкалар болмаса, басқа да формочкаларға салып жасасаңыздар болады. Үстіне ұсақталған орео печеньяларын қойып шығамыз. Және осы орео печеньясы қойылғаннан кейін бетіне тағы да творожный массамыздың екінші бөлігін саламыз. Саламызда осылай тығыздап барлығын жағып шығамыз. Және осылай жаңағы формамызды сілкілейміз. Сонда араларында ашықтар қалып қойса, барлық орындарына түсу үшін. Келесі артықтарын осылай тегістей отырып алып тастаймыз. Міне, теп-тегіс қылдырып қойдық. Енді осы эскимошкаларымызды морозильникқа, яғни мұздатқышқа бір түнге салып қоямыз. Келесі шоколадымызға сұйық майды қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Мен 3 бөліп еріттім, 3 рет 30 секундтан. Бірден 1 минутқа қоймаңыздар, себебі шоколадтарыңыз бүлініп қалады. 3 бөліп 30 секундтан мен осылай ерітіп алдым, араластыра отырып. Енді біздің бір түн тұрған эскимошкаларымыз міне өте қатып, формасын жақсылап ұстаған. Осыларды формадан ажыратып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп барлығын өте күшті болып қатып қалған. Келесі жаңағы еріп тұрған шоколадымызға осы эскимошкаларымызды осылай малып, барлық жерлеріне шоколадты тигізіп, осылай жағып шығамыз. Міне көрдіңіздер ме, қалай болып шықты. Шоколадты бірден ұстап қалады, бірден қатып қалады. Суық күйінде шыққаннан кейін эскимошкаларымыз. Міне барлығы біздің қалай шоколадымызды бірден ұстап қалды. Енді үстін әдемілік үшін осылай еріп тұрған шоколадқа малып алып, орео печеньяларының бөліктерін қойып шығамыз. Қалауларыңызша басқаша етіп те әрлесеңіздер болады. Мен осылай үстіне шоколадтың қалған бөлігін сеуіп шығамын. Және посыпкаларда сеуіп шығам. Міне біздің эскимо түріндегі шағын ғана өте ерекше чизкейктарымыз дайын болды. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Сізде өзіңіздің балапандарыңызға менің рецебім бойынша жасап беріңіз. Видео ұнаса, соңында лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.